Сол кезде Диананың анасы қарсы бірдеме айтса, ұлайғай болып тіпті өршіп кететін. Бұндай кезде Диана бөлмесіне тығылып, құлағын қаттылап жауып алып отыратын. Диана өз үйінде қорқынышты сезініп, жағымсыз күйге түсетін. Жыл өткен сайын Мақсат ішімдікті тіпті көбейтіп жіберді, соның кесірінен жұмысынан айырылды. Барлық отбасын енді Диананың анасы асырап отыр еді. Бірақ Мақсат еш қысылмайтын, керісінше өзінің бір баласы бар әйелді үйіне кіргізген ер жүрек батырдай сезінді. Әйеліне деген шағымы күннен күнге көбейіп кетті. Үйленгенін бұлдап ойына келген сөздерді айтатынды да шығарды. Үйді толықтай тазалықта ұстай алмайтынын айтып, тамақ жасай алмайтынын айтып, ең қиыны бала туып бере алмағанын айтып бетіне баса беретін. Бір ұлым болғанда қазір өмірімнің мәні болатын еді. Сол үшін талпынар едім. Сен тіпті маған балада сылай алмадың деп Диананың анасының жанын жегідей жей беретін. Кейін Дианаға да тиісетінді шығарды. Дұрыс киінбейсің, сабағыңды да дұрыс оқымайсың деп оған да тиісе сөйлейтін. Диана Мақсаттың әкесі болатында қатты қуанып еді, әкедей сүю болады, қамқоршым болады деп. Алайда ол арманы орындалмады. Қазір тіпті Мақсатты жек көріп кетті десе де болады. Мақсатты әрбір ұрыста Диананы да қосып отыратын. Үй шаруасына көмектеспейді, отбасылық ақшадан оған көп жұмсайсың, көп еркелетесің деп Мақсат тиісе беретін. Мақсат түнімен екеуіне ұйқы бермейтін. Телефонмен айқайлап сөйлеседі немесе теледидардың даусын қатты ашып қояды. Диананың анасы азанмен жұмысқа кету керек, ал Диана сабаққа. Бірақ Мақсатқа бәрібір еді. Ол өзі көптен бері еш жерде жұмыс жасамайтын. Түнімен ішіп түске дейін ұйықтап өмірі солай өтіп жатты. Диана анасынан ажырасып кетуін өтінді. Алайда анасы Мақсатты әлі де сүйе ма, әлі де басқа себебі бар ма, әйтеуір ажыраса қоймады. Сонымен қатар олардың баратын жерлері де жоқ еді. Бұл үй Мақсаттың ғана атында жазылған болатын. Ал баяғы жатақхананы сатып жіберді. Содан Диананың анасы үнсіз көніп жүре берді. Бұлардың баратын жерлері жоқ екенін Мақсат ұрыс-керістің арасында қос айтып қалатын. Диана өгей әкесінен қорқатын болды. Ішіп алып анасы екеуін үйден қуып шығама деп, немесе үйді өртеп жібереме деп те қорқатын. Мақсаттың достарынан да қатты қорқатын. Күні бойы ішімдік ішіп, жұмыс жасамайтын адамның достары да өзі сияқты адамдар болатын. Жылдан жылға үйге келетін сондай достардың қатары көбейе берді. Бірақ Диана анасына көбірек алаңдады. Анасының да жағдайы күн санап нашарлап бара жатыр еді. Анасының күнде басы ауырып, қысымы көтеріле беретін. Дәрігерлердің ұсынысы тыныш өмір сүру салтын ұстану болатын. Алайда анасының бұл тәртіпті ұстануға еш мүмкіндігі жоқ болатын. Мақсаттың ауыр сөздері мен ерсі қылықтары, ақшаның жоқтығы салдарынан бірнеше жұмыста қатар жасап жүруі барлығы Диананың анасының денсаулығына кері әсер етіп жатты. Кейде тіпті екі шекесін ұстап басын көтере алмай керуетте жатып қалатынды шығарды. Жедел жәрдем шақырған күндерде болған. Дәрігерлер ауруханаға жатқызамыз деген күннің өзінде анасы Диананы ойлап дәрігерлердің көмегінен бас тартып жүрді. Диананы мына үйде Мақсат пен достарының қасына жалғыз тастауға қорықты. 9 класты бітіріп Диана медициналық колледжге оқуға түсті. Үміткерлер өте көп болды. Қояр талапта қатал болды. Бірақ Диана барлық кезеңнен сүрінбей өтіп студент атанды. Мақсат ішіп анасының жағдайы нашарлағаннан бері Диана еркіндікке жетер жалғыз жолды ғана көрді. Ол білімін күшейтіп, мамандық алып, еңбек етіп, ақша тауып өмірде өз орнын табу болатын. Көп оқып, қатты дайындалғанның арқасында Диана қиналмастан оқуға тез түсіп кетті. Оқуын үздік тамамдап, Диана жеке емханаға жұмысқа тұрды. Айлығы жақсы болғаны соншалық Диана жайлап үй алу үшін ақша жинай бастады. Бірер жыл ақшасын жинап, сол жинаған ақшасын алғашқы жарна ретінде салып, ипотекаға үй алуды көздеп жүрген еді. Диананың жоспарлары көп болатын. Өмір қызықты бола бастағандай. Осылайша өмірдің тәтті дәмін қайта татып бастағанда сұмдық жағдай орын алды. Сол күні Диананың анасы әдеттегідей азанда жұмысқа кеткен еді. Жұмысқа кетіп бара жатқан кезде анасы Диананың бетінен сүйіп күніне сәттілік тіледі. Диана да анасымен жылы қоштасты.
Қонақ бөлмеде еденде түнімен ішкен Мақсат ұйықтап жатқан болатын. Диананың анасының ойы Мақсат оянбай тұрып жұмысқа кетіп қалу болатын. Түсте Сымбат тәте қоңырау шалды. Сымбат тәте Диананың анасының жұмыстасы әрі құрбысы еді. Жұмыста отырғанда анаңның жағдайы нашарлап, жедел жәрдем шақыруымызға тура келді. Олар келіп анаңды ауруханаға алып кетті деді. Диананың қол аяғы дірілдеп кетті. Апыл-құпыл киініп ауруханаға қарай беттеді. Жолда Диананың көз жасы еріксіз аға берді. Анасы бұрыннан ауырып қайта-қайта ауруханаға түсіп жүрсе де, осы да Диана іштей жамандықты сезді. Барлық ішкі құрылысы миы сезгендей ауруханаға жеткенше көз жасы көл болды. Ауруханаға кірген бетте Диананы анасының жұмыстасы Күлсім апай күтіп алып, жылап жіберді. Сол кезде Диана анасының о дүниелік болып кеткенін нақты түсінді. Әрі қарай әдеттегідей өтті. Жерлеу рәсімі, садақасы, қайыр болсын айтып келген адамдар, ішіп жүрген Мақсат, бұл кездері Диананы болашақ туралы ойлар мазалаған емес. Болашақ түгілі Диананың миы қазіргі шақты қорыта алмай, қабылдай алмай отырды. Садақа біткеннен соң барлығы өз үйлеріне тарады. Үйде Диана Мақсат екеуі ғана қалды. Бір кезде Мақсатқа достары келді. Қойнында бір бөтелке шынысы бар. Әйелінен айырылған достарына қолдау көрсету мақсатында келген түрлері. Барлығы ас бөлмесінде отырып, ішімдік ішіп отырып, Мақсат сол ас бөлмесінің еденінде ұйықтап қалды. Достары ішімдік ішуді жалғастыра берді. Ал Диана болса өз бөлмесінде анасының жейдесін иіскеп жатқан болатын. Киімдерден анасының иісі әлі де кетпеген еді. Диана киімдерді иіскеп жылып жатқанда Мақсаттың бір досы Диананың бөлмесіне кіріп, кереуеттің шетіне келіп отырды. Диана шошып орнынан атып тұрды. Сен өзің өте сұлу екенсің деп мас кісі Дианаға жақындады. Диана кетіңіз, бөлмемнен шығыңыз деп бірнеше рет айтса да құлақ аспай, керісінше жақындай түсті. Бір кезде Диананы қаттылап құшақтап алды. Одай мас кісі қашан жуынғаны да белгісіз. Үсті басы сасып, арақ иісі аузынан мүңкіп тұрған кісіге қарап Дианада бір алып күш пайда болды. Бар күшімен итеріп жіберіп бөлмеден атып шықты. Артынан жүгіріп келе жатқан мас кісінің аяқтары бір-біріне оратылып, шалынып құлап қалды. Диананың бағына орай, ол әрі қарай артынан қумады. Диана үй киіммен далаға атып шықты. Бір жақсысы ол қашып бара жатқанда үстелде тұрған сөмкесін көріп, соны ала салған еді. Сөмкенің ішінде ақша мен құжаты бар болатын. Диана құрбысына хабарласып болған жағдайда баяндап берді. Құрбысы Салтанат Диананы бірден үйіне шақырды. Диана Салтанаттың үйіне барып, өз-өзіне келіп басылғандай болды. Екінші бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Үшінші бөлім жақын күндері шығатын болады. Біздің каналдың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.